Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз н және ң дыбыстарын қоюды үйренетін боламыз. Н және ң дыбыстарын қоймас бұрын, бірінші балаға мұрынмен тыныс алып, мұрынмен қайта шығаруды үйрететін боламыз. Мұрынмен тыныс аламыз және демді мұрыннан шығарамыз. Бала мұрынмен тыныс алып, демді мұрыннан шығарып үйренгеннен кейін, яғни ауаны мұрыннан қайта шығаруды үйренгеннен кейін барып, біз дыбысты қойып бастаймыз. Бірінші н дыбысын қоймас бұрын, н дыбысының дұрыс артикуляциясын есімізге түсіріп алайық. Н дыбысын айтқан кезде біздің тіліміздің ұшы үстіңгі тіске тіреледі. Және демді біз мұрыннан шығаратын боламыз. Егер бала тілін жоғары көтере алмайтын болса, онда біз оған тіспен тілдің ұшын тістеу арқылы н дыбысын үйрететін боламыз. Кейін бала н дыбысын айтып үйренгеннен кейін үстіңгі тістің артына көтеріп айтуды үйрететін боламыз. Егер бала тілін жоғары көтеріп ұстай алмаса, біз оған шпательдің көмегімен тілдің ұшын жоғарғы тіске ұстап тұруға көмектесеміз. Балаға тілін жоғары көтеріп, а деген дыбыс айтуын сұраймыз. Н дыбысын бала анық айтып үйренгеннен кейін, біз оны ашық буында айтқызамыз. Ну, ни, н. Келесі тұйық буында айтқызамыз. Ан, он, ун, ин, ан. Келесі жеңіл сөздерде айтқызамыз. Анна, нан, анар. Ары қарай сөздерде, сөйлемде машықтандыратын боламыз. Келесі біздің дыбысымыз ң дыбысы. Ң дыбысын қоймас бұрын, біз ң дыбысының дұрыс артикуляциясын есімізге түсіріп алайық. Ң дыбысын айтқан кезде біздің тіліміз кері шегінеді және үстіңгі тілдің ортасы үстіңгі таңдайға көтеріледі. Балаға көрсетеміз. Н дыбысын айтқан кезде тілдің ұшы үстіңгі тіске тіреледі. Ал дыбысын айтқан кезде тілдің ұшы төменде тұрады және ортасы таңдайға тіреледі. Осылай балаға көрсету арқылы ң дыбысының дұрыс артикуляциясын үйретсек болады. Егер бала тілін дұрыс қоюды үйрене алмай жатса, онда біз оған механикалық жолмен көмектесетін боламыз. Шпательдің көмегімен балаға тілін түсіріп н деп айтқызып үйретеміз. Және н деп айтып жатқан кезде шпательмен біз тілді артқа қарай жайлап итеретін боламыз. Балаға на деп айтқызамыз және
шпательмен итереміз. На. Ан деп айтқызамыз және ары қарай тілді итереміз. Ан. Бұл жерде бала тілдің артикуляциясын дұрыс ұстанып және демді мұрыннан шығару керектігін түсінгеннен кейін бұл дыбыстарды балаға айту оңай болады екен. Ың дыбысын айтып үйренгеннен кейін біз оны буындарда машықтандыратын боламыз. Ңа, ңо, ңу, ңа, аң, оң, уң. Және жеңіл сөздерде айтқызамыз. Аң, оң, таң. Ары қарай н және ың дыбыстарын ажыратып, дұрыс айтқызып үйрететін боламыз. Егер менің видеоларым сізге пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз.